Қош келдіңіздер. Бұл ынтымақтастық алаңында біз әрбір атқан таңымызды ізгілікке, ізгі ниетке бар күшіміз саламыз ғой ма? Ал сол енді ізгі ниеттің бәрін өзіміздің жан дүниемізбен, шынайы сезімімізбен қабылдай отырып, біз өзге жұрттарға, өзге кісілерге шапағат нұрын шашамыз. Енді бізді көріп отырған барша жан ізгі ниеттес болады да, бізге сендер алтын алма, алғыс ал деген халықтың даналық сөзін айтады. Шындығында да біз оларға алтын жердің сыйы, ал алғыс болса елдің сыйы дейміз. Алғыс алуға бәріміз құштармыз ғой, да? Ендеше қолдарымызды соғайық. Жақсы. Енді осы ынтымақтастық алаңынан сендер өздерің нені көріп тұрсыңдар? Қазақтың қасиетті шаңырағын нені көріп тұрсыңдар? Бауырмашылдықты, достықты, шіркейлікті, татулықты, адалдықты, бірлікті, бейбітшілікті, сүйіспеншілікті, мейірімділікті, бауырмалдықты, махаббат, тұрақтылықты, қанағаттықты, сенімділік, әділдік, отансүйгіштік, сыйластық, ынтымақтастық. бірлікті. Жақсы, осы ізгі, игі, жақсы қасиеттер бойларыңызға жұқсын. Енді сол қасиеттердің сырын ақтарамыз дейтін болсаңыздар, шаңырақты үстел үстіне қояйық та, орындарымызға отырайық. Мен кіммін деген тренингтен бастаймыз. Өзіңізді өзіңіз сипаттаңыз. Екінші, мен атана пікірінше кімсіз? Атана көзімен жазыңыз. Үшінші, мен кіммін? Дос көзімен, өзіңізді сыңарыңызбен, жұбыңызбен. Жақсы, уақытымыз өте тығыз, бір минут деп айттым. Мен кіммін? Мен алғырмын, мейірімдімін. Ал атана көзінше ше, ақылды бала деп соғады, тәртіпті баласың, үлгілі ұрпақсың ғой, тегің мықты дейді. Өте жақсы. Мен кіммен? Достарымның көзінше. Достарым, сен жақсы дос бола аласың, сен сырлас та, мұңдас та бола аласың. Себебі сен менің ақылшымсың. Өте жақсы. Келесі, қолдарына тартылған қолдау дегендерді. Мен ата-ананың болашақ қамқоршысымын. Өте жақсы. Мен ата-ана көзімен, мен білімді, қабілетті болғанымды ата-анам бағалайды. Балам, сен мықтысың дейді. Достарымның көзінше, достарым маған, сен сырлас, қай кезде қол ұшын беруге мықты доссың дейді. Өте жақсы. Келесі. Мен Асқар, мен бауырмал жігітпін. Ата-ана пікірінше, білімге өте құштарсың, сол білімділігін сен биікте көрсете аласың дейді. Мен оған сенемін. Достарымның ниеті шыншыл, әділ доссың сен. Өте жақсы. Керемет. Пікірлеріңізді маған бере қойыңыздар, мен артынан бәрін оқып тұруға уақытым жоқ. Жақсы. Енді осы ынтымақ алаңына келіп жатырмыз да, ең бірінші түсініп алайықшы, ынтымақтастық дегенімізді өзіне. Ынтымақтастық дегеніміз не? ынтымақтастық дегеніміз сол заманнан бері ұлыстан ұлысқа, елден елге, тайпадан тайпаға ұласқан бірліктің айнық нышаны. Иә. Тағын қосылады. Ынтымақтастық деген қазақ халқындағы мақалдармен келтіре аламын. Қазақ халқында бірлік болмай тірлік болмас. Алтау ала болса ауыздағы кетеді, төртеу түгел болса төбедегі келеді деп мақалдармен түйістіріп отырған. Өте жақсы. Кімде бар пікір? Ынтымақтастық, бейбітшілік, достық, адалдық сөздерінің синонимдері. Адам әркез адал болу керек, себебі адалдық бар жерде адамдық та бар. Ынтымақ алаңына келген сәтте мана бір сөзіңізді айттыңыз. Ынтымақ алаңында бауырмалдық та бар деп айттыңыз да. Бауырмалдық дегеніміздің өзіне? Ынтымақ алаңына келген сәтте менің ойыма алғаш түрікші ағылымы Мұстафа өнердің мына сөзі ойына келеді. Барушы және келуші деген егіз ұғым және адамдардың бір-біріне баруы, ақылдасуы және араласуы ол деген ынтымақтастықтың күшінің белгісі.
иә манағы өнерді айтып отырған расы бару келу келісу деген сөзден тұрады дейді. Шынымен де барудың да қасиеті бар, келісудің де қасиеті бар. Бәрі ұйымшылдық негізінде тіреліп жатыр, көріп отырсыздар ма? Жақсы, тағы қосатыныңыз бар ма? Бауырмалдық адам бойындағы туысқандық және ағайыншылық қарым қатынасты нығайтатын ұғым. Бауырмалдық туыс және басқа да жақсы көретін бір-біріне деген қарым қатынасты нығайтатын бір қасиет. Қазақ жүзге бөлінгеннің жүзі күйсін дейді, ұруға бөлінгеннің құруға біткен дейді. Бірақ бәріміз де бірімізге өзіміздің ағайын-шылығымызды жоғалтпаймыз ғой да. Қай кезде қандай жейміз де бірінші өзімізді ағайындарымызды жиғымыз да. Жақсы, ары қарай жалғастырамыз. Жаңа айттыңыздар, ынтымақтастық дегеніміз белгілі бір топтың, ұжымның, халықтың мақсат мұрат пен мүдделерінің тоғысуынан туындайды дейді. Өте жақсы. Енді қараңыздар, осының өзінің бірнеше тармақтары болып жатыр да. Бауырмалдық, татулық, ынтымақтастық, достық, үлгі нышандарының бәрі ізбе-із осыған жалғасып жатыр. Енді сіздер қазір үш топпен отырсыздар. Мен әлі де толықтырғым келеді, сіздердің пікірлерді әлі де білгім келеді. Мына сұрақтарға жауап беріңізші, бірінші топқа. Жалпы жаңа мақалдар бойынша мен айта кетейін. Бірлік түбі береке дейміз да. Неге бірлік түбі береке дейміз? Бір ауыз сөз. Себебі барлығымыз бірге атсалысқан кезде жұмысында оңай болу. Егер барлығымыз бірге істейтін болсақ, біздің жұмысымыз әрқашанда бәріне мақта болады. Өте жақсы. Бірлік болмай, тірлік болмас дейді. Бір ауыз сөз деп қана. Бірлік болған жерде әрқашан береке және Дұрыс. Мереке жалғасады солай ма? Ынтымақ түбі игілік дейді. Ынтымақ түбі игілік дегеніміз әрқашан бірге жұмыс істеу, ауызбіршілікте болу. Ауызбіршілікте болу. Аздың азаншысы болғанша көптің қазаншысы бол дейді. Мағынасы қандай? Аздың азаншысы болғанша көптің қазаншысы бол дейді. Бір өзім жүргеннен топпен жүр, жалғас деген сөз солай ма? Жалғас деген бір нәрсені бітір деген сөз. Келесі. Бірінші топқа мынандай сұрақтар. Қай кезде ұжымдық жұмыстан жеке жұмыс тиімді? Неліктен? Тобыңызбен жауап бересіздер. Екінші, Абайдың қара сөзі бар да, 6-шы қара сөзінде айтылады, осы бірлік туралы ұмытпасам. 6-шы қара сөзінде айтылады, бірлік туралы айтады. Сол бірліктің негізін Абай қалай талдап, жіктеп береді. Сол бойынша айтасыздар. Келесі, екінші топтың сұрақтары. Сұрақ естеріңізге түсті бар ғой, тыңдап көріп отырсыңдар ма? Енді топ мүшесі болу жеке тұлғалықтан бас тартылма. Топтың мүшесі болып отырсың, бірақ жеке тұлғалықтан бас тартып жатсың ба? Ойлаңыз. Келесі, бірлікті ыдырататын күш не? Қай кезде бірлікті ыдырататын күш? Қандай күш бар ыдырататын? Үшінші топқа. Ұлт болып ұйысудың басты ерекшелігі көрсеткіші не? Ұйысу деген, бірігу деген сөз бар. Қазақстандық тоғылықты өмір сүруінің мәні неде? Қазақтың ішкі саяси тұрақтылығы бар, және Қазақстанның сыртқы саяси тұрақтылығы бар. Осының негізін біріктіріп тоғылықпен деп шаңырақты көтергізсеңіздер болады. Түсінікті ғой? Бірінші топтан бастайық. Қай топ бірінші топ? Сіз ба? Негізінде толықтай дегенде ұжымдық жұмыс бізге үлкен іс-шараларды істегенде, яғни осындай үлкен қауымда масштабта заттарды жасағанда бізде ұжымдық жұмыс өте тиімді болады. Біз яғни олар тез істей аламыз, тез нәтиже ете аламыз. Ал жеке жұмыс ол біздің өзіміздің ел ішінде статусымызға, яғни өзің дамытқың келсе тек өзіңмен жұмыс жасайсың. Сол үшін идеяны да жоғары тартқың келсе өзіңмен жұмыс істеуің керек. Бәріміз де ұжым жұмысқа таратылады да, жеке тұлғалы ерекшелігіміз қай кезде көрінеді? Менің ойымша жеке жұмыс тиімдірек болады. Қай кезде, мысалы сіз жеке жұмыс жасаған кезде өзіңіздің ісіңізге көп уақыт бөле аласыз, және жұмыс кестеңізде өзіңіз құра аласыз. Жеке жұмыс жасаған кезде сізге көптеген табандылық пен тапқырлық керек болады. Ал, тағы? Егер сіз жеке жұмыс істейтін болсаңыз, сіз топтықтан басқа өзіңізді басқа адамдарға жан-жақты көрсете аласыз, және өзіңіздің қандай дарынды, қандай тұлғалы адамдар екеніңізді көрсете аласыз. Жақсы, қосаңыздар ма? Жақсы, екінші топтың сұрағы? Екінші топ қайсы? Сіздер болыңыздар. Топ мүшесі болсаң да тұлғалықтан бас тарту емес деген ойдамын. Өйткені топпен жұмыс жасағанда көп адамдарды кездестіресің, сол көп адамдарды кездестіргенде мінезіңді, көңіл күйіңді ауыстырып тұруың керек, бірақ бұл тұлғалықтан бас тарту емес деген ойдамын. Өйткені
неше жылдар бойы өз мінезіңді, қабілеттеріңді дамытып келіп, және оларды бір уақытта пайда болған жалған қабілеттермен ауыстыру ол дұрыс емес деген ойдамын. Жақсы. Тағы да қосаңыз. Маған топтық жұмыстан гөрі жеке жұмыс ұнайды. Жеке жұмыстан гөрі топтық жұмыс ұнайды. Мысалы, егер бізге үй тапсырмасы берілсе, біз оны жеке тиімді қылып жасай аламыз. Мысалы, бірақ егер бізге тапсырма көптеп берілсе, біз үшін топтық жұмыс тиімді деп ойлаймын. Өйткені топтық жұмыста әркім өзінің жеке ойларын қоса отырып, идеяларын қоса отырып, біз тапсырманы толықтай орындай аламыз деп ойлаймын. Тағы? Мәдеге бер. Тұлғалық қасиетті біз деген тек лидер болып дамытпаймыз, оны топтың мүшесінде болып та тұлғалық қасиетті дамытуға болады деп ойлаймын деген өз ойым. Ыдырататын күш бар дейді ғой. Ана сіз бірлікті айтып жатсыз ғой. Қандай күш бар ыдырататын күш? Күншілдік, шыдамдылық, және араздық мұндай жағымсыз қасиеттерден аулақ болған жөн. Өйткені қоғам арасындағы қарым-қатынасты бауырмалдықпен және достықпен ұластыруға болады. Қараңыз да, Әбіш Кекілбаевтың сөзінде бар ғой, адамның ойында қызығу процесс жүреді, соған кереған қызғаныш процесс жүреді. Қызығуға адамның жаны қандай күшті қылатын болса, қызғаныштан жаны не сондай аулақ болған жөн. Себебі екі процесстен қатар жүретіндігі шындық. Енді жаңа бірінші сұрақ бойынша жеке тұлғалықты бас тартуға дейсіз. Әрине күрделі есептер беріп қалды да, бірнеше есептер берді. 10-15, 20 шақты есеп берді. Бәрі сіздің уақытыңыз жетпейді. Сондықтан ұжымдық негіздің жұмыстың тиімділігі қанша жеке тұлғалық ерекшелігі болса да, ұжымдыққа келген сәтте бәріңіз бір уақыттың негізінде шеше аласыздар. Хәкім абайдың өзінің 6-шы қара сөзінде осы бірлік туралы айтылады. Қазақ қашанда бірлікті ас ортақ, от ортақ, дәулет ортақ, киім ортақ деп ойлайды. Алайда қазақта бір мақал бар. Өнер алды бірлік, ырыс алды тірлік деген мақал бар. Бұндағы бірлік қай елде болады? Қазақ бірлік қай елде болатын, татулық қай жерде болатынын білмейді. Сондықтан да олар ас ортақ, от ортақ деп есептейді. Егер жоқ бұл дұрыс емес. Әрқашан ақыл бірлік, ақылға бірлік, малға бірлік емес деп ойлайды. Өйткені ағайын арасындағы малға бірлік болса, ол араздықты тудырады. Сонымен қатар, егер сізді малыңызды біреуге беріп, біреу болғанда діні басқа, атасы басқа, күні басқа адамдарға берсеңіз де, олар өзі жалданып бірлігін қылады. Бұл нағыз авторғандықтың белгісі деп Абай өз шығармаларын, өз қара сөзінде осыны дәлелдейді. Және де өз қоғамындағы ағайындар арасындағы, туысқандар арасындағы араздықты да осылай нақтылап көрсетеді. Малға бірлік емес, көрсетеді ма? Жақсы. Енді Абайдың өлеңдерінде осы қасиетті негіз қалай көрінеді? Абай өлеңдерінде. Абай бірлік туралы тек қана қара сөзінде емес, көптеген өлеңдерінде де айтады. Мысалға келетін болса, сабырсыз, арсыз еріншек, көрсе қызар жалмауыз. Соңғы қазақ сол үшін алты бақан алауыз. Өзін өзі күндейді, жақын жалғанмын дейді. Ол арсыздық белгісі. Бұл өлеңнің мағынасына келгенде, бұл жерде жаңағы еріншектік, сабырсыздық, арсыздық, олар жаман қасиет екені айтылған. Егер сен өзің жақыныңды көре алмасаң, ол неге саған жақын? Сен оған керісінше оған көмектесіп, ала қарай ұмтылған әрбір қадам басқанына көмектессек, ол да сенен мысалы нанын бөлісуі мүмкін деген сияқты. Сондықтан бір-бірімізді көреалмаушылықпен емес, бір-бірімізге бірлікпен болады. Өте жақсы. Абай болып сізге үн қататын болсам, ақыл мен қайрат жолда бар, қашқанға да қуғанға, әділет шапқат кімде бар, сол жарасар туғанға дейді. Дұрыс айтқанда, әділет шапқат сіздің бойыңызда қалыптасса, онда барлық нәрсеге бізіне жете аламыз. Жақсы. Үшінші топтың сұрақтары әзір ғой деп ойлаймын. Үшінші топтағылар. Ұлт болып ұйысудың басты ерекшелігі қандай? Қазақстанда көпұлтты өмір сүрудің мәні неде? Сіздің тоғызда да? Ұлт болып ұйысудың басты көрсеткіші не дегенде мен екі мысал бергім келеді. Бірінші құрылтай, екінші саммит. Құрылтай дегеніміз партиялардың өзге де қоғамдық бірлестіктердің аса маңызды мәселелерді бас қосып шешуі. Ал саммит дегеніміз болса, ол дейтін жоғарғы деңгейдегі тұлғалардың келіссөзі деп мысал келтіргім келеді. Жақсы. Қосатындар ма? Екінші сұрақ. Екінші сұрақ. Қазақстанда көп ұлтты өмір сүруінің мәні неде? Алғашқы себептерінің бірі Кеңес одағы кезінде соғыс уақытындағы әртүрлі этностың қазақ жеріне келуі
және ол этностардың қазақ жерінде қалып қоюының басты себебі ол татулықта. Татулық біздің ішкі саяси тұрақтылығымыздың ең басты жетістігі деп ойлаймын. Батыржанның айтқан ішкі саяси тұрақтылық болса, менікі сыртқы саяси тұрақтылық. Қазақстан Республикасының сыртқы саяси тұрақтылығы белсенділігі мен тепе-теңдік сақтауға деген талпынысымен, сынарлы сұхбат жүргізуге деген талпынысымен және ынтымақтастығымен, халықаралық ынтымақтастығымен ерекшеленеді. Дұрыс. Біздің сыртқы саяси тұрақтылығымыз мықты болса, жалпы ішкі саяси тұрақтылықтың негізі мығым болса, сыртқы саяси тұрақтылықтың негізі де мықты болады. Мынандай нәрсе бар да, екі нәрсе дүниеде қай кезде мысалға адамды келістіретінде сөз екен. Дауға найза араласып кетсе, келісу жоқ, кетісу болады екен. Қараңыздар да. Ал келісу қай кезде болады? Келісу мыңнан бір данышпанның қолынан келеді екен. Ал керісу болатын болса, кез келген тентектің қолында болады екен. Бұл Бауыржанның сөзімен де деседі ғой, солай ма? Бақыр берсең ала салады, балта берсең шаба салады, солай ұрпағымыз көбеймесін деп тілейді ғой. Сонда осы қасиеттердің негізінен бойымыздан аулақ етсек, онда біз не? Жақсы қасиеттерді үлгі қылып бойымызға дарта аламыз. Енді ынтымақтастың жанында бауырмалдық қатар жүргенімізде бауырмалдыққа қатысты ойлайсыздар. Болудың 5 ережесін айтсам, ең бірінші шыншыл болу, жалған қарым-қатынасқа құрылған достық әрқашан тез бұзылады. Берік достық шыншыл болудан басталмақ. Әрқашан ашық шындықты бетіңе айта алатын достың бұл қасиетті саған берілген үлкен сый ретінде қабылдаған абзал. Достықтар арасында ыңғайсыздану болмайды. Екіншісі, түсінбеушілік туындатпау. Достар бір-бірінің артықшылықтары мен кемшіліктерін жақсы біледі. Сондықтан ашық шындықты айтамын деп кемшіліктің бетіне басу шарт емес. Өзіне және айналасына зиян тигізу қаупі болған кемшілігін уақыт өткізбей ретін салып көңіліне тимейтін тәсілмен жеткізу керек. Үшіншісі, достарыңа уақыт бөліп қадір тұту керек. Іс-шараларды, мерекелерді ұйымдастырған кезде достардың барлық қабілеттеріне қарай көңілін ескерген жөн. Төртіншісі, досыңнан ерте көңіліңіз қалмасын. Ренжу беру орынсыз күтуден пайда болады. Демекші, мысалы сіз досыңызға көптеген сыйлықтарды сыйлайсыз. Одан да соны күтесіз. Бірақ досыңыз сізге сіздің сүйікті кітаптарыңызды тауып беріп, сізге тәтті бәліштер мен шай беріп, сізбен бірге уақыт өткізгенді ұнатады. Сол себепті әркімнің достық сезімін білдірудің өзіндік тәсілі болады. Бесіншісі, досыңнан жеңіліс алу кемшілік емес. Кез келген қиын сәтте досыңнан жеңіліс алу ол кемшілік емес. Кез келген қиын сәтте кімнің не айтқаны маңызды емес, маңыздысы дұрыс шешім қабылдау. Ашылды ki осындай жаман қасиетке қарай кетіп жүретін сол ма? Ашыл дұшпан, ақыл дос, ақылға ақыл қос деп Абай бекерде айтпайды сол ма? Сондықтан қатты ашыла тіресіп қалған сәтте доспен жалғасып кету керек емес, не өзімізді аулақ алып кеткен жөн. Сол ма? Жақсы. Енді керемет Ерасыл жақсы сөздерді айтты. Осындай 5 қасиетіміз бар бойымызда қалыптасу керек та. Енді соны қазір тәжірибеде көрсетіп аласыздар ма? Көрсетіп қарайықшы. Жан досым деген тренинг жасағым келіп тұр. Ата-аналардан бастайықшы. Көріп тұрған аталар келіңізші. Ләззат ханым қойды. Келіңіз. Келесі ата-ана. Қыдырша Гүлжира дейді. Жоқ, енді сіз Амангүл Қыдырша ғой. Жақсы, енді жақсы, өзі түсіп тұрып қарайшы, шынай болады, көрейікші шынай. Жаным, балам. Оқуға түстім, азамат болдым. Менің үйімнің тірегі, махаббатым, шапағатым.
Менің серігім, менің болашаққа үміт еткен үлкен азаматым. Аманжан Қалиев Ираз. Келіс, отырамын. Екі дос бір-бірін көрген жоқ. Көп уақыт өтті, арада. Ассалаумағалейкум. Қалай жағдай? Қанша уақыт көріспеген? Атыңнан қалай, өзің қалайсың? Аяу қастарына қыз жоқ десіп ұялып тұр де. Отырыңыз. Жақсы, ағай жалғастырамыздар. Жоғары қолдарыңызға стикерді алыңыз айналасына. Өзіңіз сол қасиетке байланысты сөздер жазыңыз. Ана тақырып ашатындай. Жоғары, тез. Осы тақырып ашатындай стикеріңіз сізді. Жоғары, қыстыр. Біреуі жолдан ашып тұрмайсыздар сіз. Стикерге жазыңызда қыстырыңыз, біреуіңіз қорғайсыз содан кейін. Жания ынтымағы ізгілік нышаны. Жанияға қатысты сіздерге. Сіздің тақырыбыңыз қандай? Жақсы ұйымы негізі. Болыстан. Жақсы, сіздің тойыңыз дайындалған жақта келіңіз. Біріміз орта келіңіз. Жания ынтымағы ізгілік нышаны. Бірінші, жания баланың даму ошағы. Бұл жерде бала бірінші әрқашан тәрбие білім тек отбасыдан басталады. Даму да отбасыдан басталады. Егер бала отбасында жақсы тәрбие алса, ол әрқашан даму үстінде болады. Аймұханды толықтырып кететін болсам, мына жерде бір оқушы нағыз мектеп емес, нағыз мектеп отбасыда жазыпты. Бұл жерде көруге болатынымыз, біз тәрбие мен білімді мектептен қатар алғанмен, оны үйге барып қорытындылаймыз деген дегісі келген сияқты. Жалпы тақырыпқа байланысты айта кетсек, жания ынтымағы ізгілік нышаны дейді. Жалпы ел өз көсемінің артынан ермесе, арада татулық болмаса, ол бірлігі кеткен, берекесі тозған ел сияқты болады. Отбасы да сол сияқты. Отбасы мүшелері бір-бірін тыңдамаса, үлкенді сыйламаса, отбасы ол үйдің берекесі болмайды. Қазақ осыған байланысты айтқан және осы жанұя ынтымағында басқарушы отбасы мүшелерінің қамқоршысы ретінде әкемді көреледім. Өйткені әке отбасының қамқоршысы, тірегі және осы әкеден төгілген мейірімге қарап, оны қас-қабағынан қарап өскен бала жаман болмайды. Осы ізгіліктің нышаны ретінде отбасының берекесін көрсетелгені. Қазақтығымыз бір айтқан ғой, ауыл ақсақалы ала болса, істері шала болса, қызы сулақай болса, келіні керіске сай болса, ұлы ұрысқа сай болса, сол үйдің берекесі кетеді дейді. Сол жаман бәледен бізді аулақ етсін, өте жақсы. Бауырмашылық адамгершілік қасиет. Шынымен де бұл жалпы бауырмашылық бар жерде қамқорлық, мейірімділік, ынтымақтастық, махаббат, достық, жанашырлық, осы 6 қасиеттің барлығы бір бауырмашылықтың ішінде болады. Жалпы әрбір адам бауырмал болса, достына да көбейеді. Толықтай кетсін. Бауырмалдықтарыңыз нығая берсін. Ойыңызда жақсы қасиеттер жатасыз. Татулықты жақсы ұйымның негізі деп жазыпты. Жақсы ұйымның негізі дегеніміз ауызбіршілікте
ауызбіршілікті болса нәтиже шығады деген ойлаймын. Татулық деген жалпы шынымен де достық тірегі, ал достық болса өзіндік жауапкершілік пен қамқорлықтың, яғни рухани жақындықтың белгісі болып табылады. Достық адамды әрдайым алға қарай жетелейді, оны ешқашан мойымауға күш береді, және де қиындықтарды бірге көтеруге жәрдемдеседі. Жалпы дос жарандардың мінезі әрқашан бірдей бола бермейді. Олар мысалы бір достың мінезінде қызбалық немесе сабырсыздық болса, екіншісінде тұйықтық не жігерсіздік бола береді. Себебі достық дейтін осындай адамның кемшіліктерін жеңуге көмектеседі. Және де дос адамды әрдайым биікке жетелейді. Достықта өтірік айту, екіжүздік, өзімшілдік дейтін қасиеттер достыққа сыйыспайды. Және де нағыз достар олар әрдайым бір-біріне сеніп, бір-бірінің жақсылығын асырып, жамандан жасыратын адамдар. Бауырмалдықтың да, ынтымақтастықтың да, татулықтың да негізін нышандарын таныттыңыздар. Енді осы дүниені ата-аналармен бірлесе отырып қазір пирамида негізінде тұрғыза аласыздар ма? Осы жетістік негізін қалай көрсетесіз? Кім пирамида негізінде көрсете алады? Сұлтан келіңіз. Ел бірлігі татулығы үшін ынтымақ пирамидасын құруды шештік. Біз ең алдымен күшті болу үшін бірлігіміз бен татулығымыз жарасу керек. Мен оны отбасымда ата-аналарымнан күтемін. Үміт еткен балаларымыз аман болсын деп. Құлындарым, еліміздің ынтымағы жарасқан, татулығы жарасқан, ұлт бірлігі мығым болсын. Бауыр болайық, дамды қасиеттерімізді қалыптастырайық. Ырысалда ынтымақ болса, ырыс несібеміз көп мол болсын. Бірлікті сақтайық, татулықты қалыптастырайық. Осы жерде бір-бірімізге мейірімді болып және адал болуға тырысу керек. Мәңгілік болсын, ынтымағымыз жараса берсін. Қиын-қыстық заманда, не болмаған байбаталарында, тарихтағы талай борандарында үзбедік, бақыт үшін бәрін істедік, бірлігіміз бойға күш беріп, сағынықты кешкендік. Өздерін қарап білгенбіз, оламаған елді білгенбіз, туыстардың көкту астында бәрімізді кешіп біргеміз, қыран қазақ беріп біргеміз, оламаған елміз мүлдеміз, әлі бізде қалай асу көп, бәрімізде біргеміз, әлі бізде қалай асу көп, бәрімізде біргеміз. Жалпы енді лицейімізде өткен ынтымақ айының, ынтымақтастық айының бүгін нүктесін, қорытындысын қоятын күн еді. Соған сіздер де өз аттарыңыздан келіп, ынтымақ бірлігімізді көрсетіп атсалысқандарыңызға көп рахмет айтамыз. Енді бұл жігіттерге сөз жоқ. Өткен апта, оның алдыңғы апта берілген көптеген шаралар өткіздік, көптеген іс-шаралар бар, өте жоғары деңгейде өтті. Жалпы жігіттеріміздің ынтымақтастығы, бірлігі, бауырмалдығы сол жақта көрінді негізі. Себебі бір ауыздан, барлық жан-жақтан, шыны керек, мысалы, мұғалімдер, апайлар білесіздер, кеше іс-шаралар ұйымдастырылуы басынан соңына шейін өте керемет деңгейде өтті.
енді бұл тәрбие сағаты күләш апай, сізге көп рахмет. Өте жоспарланған, минутына шейін барлығы өте керемет, сөз жоқ. Енді тек жігіттерімізге қалған нәрсе, ол осыны өзімізге сіңіріп, өмірімізде қолдану. Осы жолды сәттілік. Қайырлы күн, құрметті Күләш апай, ата-аналар, ұстаздар және оқушылар. Бүгін мінекей жаңа аптада, жаңа күнде жақсы игі іспен жұмыстарыңызды бастап жатыр екенсіздер. Баршаңызға сәттілік тілеймін. Енді мына 10-шы А сыныбының жетекшісі Күләш апай сыныбыңызбен өткізген тәрбие сағатыңыз жақсы деңгейде өтті деп ойлаймын. Тақырып та өте жақсы екен. Татулық, ынтымақ, бұл біздің қай кезде де сонау ата-бабамыздың негізі қаланған уақыттан бері келе жатқан дүние, ынтымақ, татулық, бірлік қай кезде де керек. Жаңағы төртеу түгел болса төбеде келеді дейді. Яғни бұл жерде татулық, ынтымақ, бірлік, береке болған жерде барлық нәрсенің де берекесі болады. Келісіліп, ынтымақта жасалынған нәрсе, ол жақсы нәтиже береді. Міне осы дүниелерді оқушылар жеткізе білді өздерінің ойларымен, көзқарастарымен, пікірлерімен, жақсы пікірлер айтылды. Енді осыны өмірде де балалар қолданып, ары қаратай үлкен өміріңізде де осындай ынтымақтықта, бірліктікте жүрсеңдер, сіздер алмайтын қамал болмайды деп сенемін, сенім артамын. Ал сәт сапар ары қарайда осындай жақсы тәрбие сағаттары, сынып сағаттары жалғаса берсін, татулықта, бірлікте болайық. Шынымды айтайын, жаңа басталғанға дейін ана атты бәйгеге қосқан кезде тақымын қысып отырады дейді ғой да. Сол сияқты болды. Мен сондай күйді кештім. Қазір актер көптер болып тұрмын, себебі істің бәрі біткеннен кейін кішкене деп демімді алып жатырмын. Сәтті шықтыңыздар балалар. Керемет, татулығыңыз жарасқан, ынтымағыңыз берік, мықтылықтың дініне қадалған ұрпақ болыңыздар, ата-ананың сүйкімді перзенті болыңыздар. Одан басқа айтарым жоқ. Тек қана алға.